Сәлем достар. Сіздермен бірге Neo Казакс арнасы. Бүгін біз сіздермен өзіміздің бір ерекше графигімізбен бөліскіміз келіп тұр. Егер сіздерде ақша қайда кетіп жатқанын білмей қалып жатқан жағдай болса, ақшаны жинай алмай қалып жатқан жағдай болатын болса, осы видеоның соңына дейін көріңіздер, біз сіздерге бір қызықты лайфхакпен түсетін боламыз. Диана екеуміздің Америкаға келгенімізге және үйленгенімізге 1 жылдан асты. Және екеуміз Америкаға келгеннен бастап листок бағдарлама бойынша кіріс шығысымызды бақылап жүруді бастап кеттік. Және сол кіріс шығысымызды бақылағанымызды осындай графикке белгілеп жүрдік. Ол листок деген бағдарламаны біз Real Prepod немесе Дәулет Арманович деген инстаграмнан қарасаңыздар болады, кісіден үйрендік. Мына графикті сызу туралы, кіріс шығысты жазып жүру туралы Money for Your Life деген авторлары Вики Робин және Джо Домингос деген «Жизнь или кошелек» деп аталу керек, орысша нұсқасы. Осы кітаптан үйрендік. Және осы кітаптан басқа біздер тағы да қазақша минимализм, Лера Қоныс, сосед миллионер автормен бірге астына қалдырамыз. Real Prepod'тың кітаптары бар. Қазақшасы «Көтістан бай болар», орысшасы $1 миллион в инвестициях на пальцах деп аталады. Соны оқысаңыздар болады. Ал қазір біз сіздерге мына графикті толығымен түсіндіретін боламыз. Алдымызда біздің Диана екеуміздің үйленгеннен бастап және Америкаға келгеннен бастап сызып жүрген графигіміз. Ол жақ бағанда ақшаны жазасыз, ал астыңғы горизонтальный бөлігінде айлар жазасыз. Кем дегенде 5 жылға құрсаңыз жақсы болады, ал біз уақытша 1,5 жылға құрдық. Бұл графикта қызыл нүктелермен, қызыл сызықтармен біз шығысты, яғни құртылып жатқан ақшаны, ал көк нүктелермен және көк сызықпен кірісті, табысты белгілеп жүрміз. Графикті сызып бастағаннан бастап сіз не істеуіңіз керек? Мына көк сызықты жоғары қарай ұмтылдыруға тырысуыңыз керек, ал қызыл сызықты астқа қарай ұмтылдыруға тырысуыңыз керек. Бізде әзірше енді былай секіріп тұр, соңғы уақытта реттеп келе жатыр. Ал мына жерде қызыл сызық қатты биік болып тұрған жерлерде, мына жерде машина алдық, үйге ақша аудардық, мына жерде біз бір жаққа қыдырып келдік. Қалған уақыттарда сіздер көріп тұрғаныңыздай көк нүктелер қызыл нүктелерден жоғары болып тұр. Алдағы уақытта біз барымызша көк сызықты көтеруге, қызыл сызықты төмен түсіруге тырысамыз. Бұнда бір үшінші сызық бар, біздікі қателеу. Оны мына кітапта жақсы түсіндіреді. Оған кейін бөлек мүмкін болса видео түсіретін боламыз. Міне бір сызық төмен қарай, бір сызық жоғары қарай. Мына үшіншісі monthly investment income. Инвестициядан келетін ақшамен белгілеп жүреді. Сосын сол инвестициядан келетін табыс, сіздің құртатын табысыңыздан асып кеткен кезде сіз пенсияға шықтым немесе қаржылай тәуелсізбін деп өзіңізді атасаңыз болады. Номерім 6000. Бірінші ретті. Осымен бүгінгі шығарылым тәмам. Осындай қызықты лайфхактар, Америкадағы өмір, кітаптар туралы, қаржылай сауаттылық туралы білгілеріңіз келетін болса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраудың үстіне басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.